Барлықтарыңызға сәлем қыздар, біз бүгін өзгеше, дәмі де ерекше ПП салат дайындаймыз. Құрамына тунец қосқаннан кейін ерекше дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы да үй жағдайында өте қарапайым. Бізге ең бірінші керегі пекинская капуста, дәл осылай жартысын турап аламыз. Және де дәл осы қызыл жуа керек болады. Ұзынша етіп, кубиктап, жіңішкелеп тураймыз. Үшінші бізде тунец дәл осылай шаншықмен езіп шығамыз. Және де дәл осылай жұмыртқаны алдын ала қайнатып алып, кубиктап тураймыз. 2 жұмыртқа жетеді. Барлығын турап болғаннан кейін, бірінен кейін бірін кезектесіп саламыз. Және дәміне қарай тұз және сарымсақ саламыз. Сарымсақты дәл осылай жіңішке етіп турасаңыз да болады, немесе үккіштен өткізіп салсаңыз да болады. Майонездің орнына аз процентті қаймақ қолданыңыздар, менде 10%. Салатымыз дайын, құрамында белок өте көп, әрі пайдалы салат. Арықтап жүрсеңіз, немесе отбасыңызға қонақ келгенде де қоюға өте әдемі әрі пайдалы салаттардың бірі. Ет өнімдері немесе балық қосылған салаттарды жақсы көрсеңіз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ерекше әрі сізге міндетті түрде ұнайтын болады. Алдағы жаз мезгіліне де тойымды әрі пайдалы салат. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын.